Сәлем достар, бүгін сіздермен осы кабачкиден оладьи бірге жасайтын боламыз. Кеше уәде етілгендей, бүгін бірге жасап, қалай жасайтынын көрсетіп түсіндіретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Жақсылап жуып, сыртын ашып, өзімізге керек мөлшерді алатын боламыз. Негізі мен 200 грамм дайын қостым. Өзіңіздің жасайтын мөлшеріңізге қарай көбірек қоссаңыз да болады, және де бөліктерге бөліп, блендерден өткізіп, майдалап алсаңыз болады осы кабачкиді. Мен осы оладьи, панкейк, вафли пісірген кезде, жалпы выпечкаларды пісірген кезде көбіне жүгері ұнын қолданамын. Себебі күнделікті рационда біз глютен ұны, кәдімгі бидай ұнын күнделікті қолданамыз. Сондықтан рационда ол көп болмасын, кішкене баланс болсын деген оймен осы выпечкаға көбінесе жүгері ұнын қолданамын. Және ол пайдалырақ деп есептеймін. Және де рецепттерде көбінесе мен осы қантты қолданбауға тырысып жүрмін. Асханамдағы барлық рецепттерді сол қантсыз солай адаптировать етіп, кішкене дәмдірек қылып пісіруге әртүрлі рецепттерді зерттеп жүрмін. Шамамен 200 грамм кабачки және де 2 жұмыртқа, және осы жұмыртқаның көлеміне қарай, жалпы массасына қарай жүгері ұнын қосатын боламын. Шамамен 100 граммдай кетті. Және де осы сары майды қостым. Негізі оливковый майды да қоссаңыз, одан сайын жұмсақ болады. Оливковый май болмағандықтан сары майды орнына қостым, және де жақсы болып шықты. Сіздер егер қолдансаңыздар, қалауыңызша тұз және де қантты қоссаңыздар болады. Онсыз да бірақ өте дәмді болып шықты. Ары қарай күнделікті тірліктермен айналысып, үлгергенімше түсіріп бөлісуді жөн көрдім сіздермен, және де кешкі асты бірге жасайық. Бүгін бізде сорпа тефтели жасайтын боламыз, және де осы фаршты разморозка жасап, қазір мясорубкадан өткізетін боламыз, және де күрішті жартылай пісіріп, суға бұқтырып аламыз. Мен кез келген фаршпен қосып жасайтын котлеттер болсын, тефтели болсын, сондай тағамдарды фаршты ет тартқыштан 2 рет өткіземін. Себебі содан жұмсақ болады, және де нәзік болып, дәмі әдемі болып шығады. Сондықтан 2 рет өткіземіз. Консистенциясы да жұмсақ болып, жабысқақ болып өзгереді, және де біріктіру үшін жұмыртқа қолданбай-ақ пісірсеңіз де бірігіп жақсы болып піседі, ажырамайды фарштарыңыз. Жартылай піскен күрішті суға бұқтырылғанды қосамыз, және де бір жұмыртқаны қосамыз. Және жақсырақ бірігіп, кішкене ажырамас үшін, негізі ажырамайды, бірақ страховка үшін мен қосам, оны қосамын, күріш ұнын қосамын. Потому что егер де бидай ұнын қосатын болсақ, нанның дәмі шығып тұрады да, ал мынадан ондай дәм шықпайды, сондықтан күріш ұнын қолдандым. Қалауыңызша тұз, бұрыш, дәмдеуіштерін қосып, және де осындай шариктерді формировать етіп, осы шариктерді отдельно табаға қуырып аламыз. Себебі ішіндегі барлық соғын сақтау үшін, жақсырақ сорпада дәмі берілу үшін бөлек осындай сары майға қуырып алдым. Негізі мен кхи майы деген қолданып жүр, оны өзім қолдан пісіретін боламын, және сіздермен бөлісетін боламын видеода жасап. Және зажарка жасадым, сосын қасына етті қосып, осылай суын қосып, тұзын дұрыстадым. Мына уже піскен кезде сіздерге салып көрсетуді жөн көрдім. Ас болсын. Сорпаға асқабақ қосқанмын көкөністердің арасында, сондықтан осындай светі қанық болып түсті. Және зажарка кезінде томат қолданған болатынмын, бірақ майлы болмады, жақсы шықты. Алдын сіздермен айтып бөлісе кеткендей бір идея ойымда жүрді. Осы 30 күнге 30 түрлі тамақтан әдемілеп қасына салатымен меню жасап қойғым келеді, чтобы асхананың жұмыстарын және де осы ойлануға энергия кетпейтіндей, кішкене жеңілдейтіндей, сондай идеяны қолдайсыз ба? Және де астына жаза кетіңіздер, күнделікті қандай тамақтарды қосуға болады. Сол менюді жасап болған соң сіздермен обязательно бөлісетін боламын. Бірге дайындайық. Менің видеоларым қызықты болса, арнаға тіркеле кетіңіз, комментарий жазыңыз, лайк басыңыз. Және де көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Бірге тамашалайық, бірге өсейік. Сау болыңыз.